Бұл Қазына вокалдық ансамблі 12 дауыстан құрылған топтың шығармашылық жетекшісі әрі дирижері, президент ұйымының алғашқы жеңімпазы Берекешев Ғалымжан. Жиналғандардың көңілін жанды дауыстағы әнмен әрлеген ұжым жеке-жеке өнерін көрсетуді де ұмытпады. Для меня лично этот концерт удался, можно так сказать, удался. И это был фурор. Расында да үнемі фонограмманың жетелеуіндегі кештерге куә болып үйренген көрермен Қазына вокалдық ансамблінің еңбегін өте жоғары бағалады. Оған дәлел мына қолдау қолпаштаулар. Көп нәрсе күткен болатын, шынымен де сол нәрсенің бәрі болды. Ал болашағынан зор үміт күттіретін ұжымның продюсері ақын Карина Сарсенова былай деп ағынан жарылды. Сегодня был продемонстрирован, но в живом и артистичном исполнении концерт получается современным. Ал аталмыш шағын мемлекет басшыларының ерен еңбегінің жемісі ретінде мынадай керемет портретпен гүлді табыстады. Бұл сыйлықтың бастамасы ғана дейді. Болашақтағы әр жеңіс жетекшілеріне арналмақ.